Сәлем барыңа. Әлеуметтік желінің қолданысы күшеюімен тренд деген нәрсе пайда болды. Қазір көпшілікке, әсіресе жастарға қарасаң, олардың киім киісі, жүріс-тұрысы, баратын жерлері, сөйлеген сөздері, тіпті қолданатын жаргон сөздеріне шейін ұқсас екенін байқауға болады. Бұл тренд деген кеше ғана пайда болған зат емес. Ол бұрыннан бері адамдар ғасырлар бойы трендтің ықпалымен өмір сүріп келе жатыр. Менің бүгінгі дәйек сөзім: өзгені жатсынба, өзіңді жоғалтпа. Бұл қазіргі ақпаратты заманның жастарына айтылған дәйек сөз деп ойлаймын. Себебі жастар, олар өздерін іздеумен айналысады. Өздерінің жолын тауып бастайды. 20 мен 30 жас аралығында өздерінің жолын іздейді. Және бұл Instagram, TikTok-тағы трендтер олардың сол өздерін табуға, өздерінің жолын табуға кедергі келтіреді деп ойлаймын. Сол үшін осы өзгені жатсынба, өзіңді жоғалтпа деген дәйек сөз трендтердің артынан еретін жастарға арналған сөз. Трендтің көптілігі психологияда термин сөз бар. Ағылшынша айтқанда bandwagon effect деп айтылады. Қазақшаға аударсақ, көпшіліктің артынан еру, көпшілікке ілесу құбылысы. Бұл табиғи құбылыс, себебі адамдар табиғатынан өздері жалғыз қалғысы келмейді. Олар көпшілікке тиесілі болғысы келеді. Сол үшін де bandwagon effect деген көпшілікке ілесу құбылысы, ол адамдарды бір жаққа қарай тартады, және сол тартқаны қазіргі заманда тренд деген ұғыммен белгілі. Бұл трендтің сан алуандылығы біздің заманда жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жақсы жағы ол адамның көкжиегін кеңейтеді. Ол ғаламтор, интернетке кіре біз неше түрлі, мың түрлі өмір салтын, мың түрлі киім кию әдесін, мың түрлі хоббиларды көріп, біз мүмкін емес заттардың мүмкін екенін байқап бастаймыз, және өзіміздің сүріп жүрген қоғамымыздан бөлек, өзіміздің сүріп жүрген мәдениетімізден бөлек те басқа қоғамдарда, басқа мәдениеттер де бар екенін білеміз. Былайша айтқанда көзіміз ашылады. Саяхаттамай-ақ саяхаттаймыз деген сияқты. Ал жаман тұсы, трендтердің сан алуандылығының жаман тұсы, бұл өзіңді жоғалтуға келеді, жастарды жолынан тайдырады. Себебі оларға интернетте трендтердің сан алуандылығы оларға көп таңдау беріп, өздерінің кім екенін іздеуге көмектесудің орнына керісінше жолдан тайдырып, олардың өздерінің кім екендігін түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан жастар қазір әлемді көру керек, мәдениеттерді, басқа стильдерді байқап көрсін, басқа хоббиларды байқап көрсін, бірақ соны істей отыра өзінің дауысын жоғалтып алмауы маңызды. Рахмет.